Ал енді аудан жаңалықтарына келсек, айбынды армия, айқын болашақ. Бүгін Қордайда осындай атаумен отан қорғаушы күніне арналған салтанатты мерекелік шара өтті. Басқосуда ел тыныштығы мен қауіпсіздігі жолында қызмет етіп жүрген азаматтарға құрмет көрсетіліп, олардың адал еңбегі мен ел алдындағы жауапты қызметі жоғары бағаланды. Салтанатты жиын мемлекеттік туды енгізу рәсімімен басталып, әнұран шырқалды. Шара барысында аудан басшылығы сөз сөйлеп, отан қорғаушыларды мерекемен құттықтады. Құрметті отан қорғаушылар, қадірлі ардагер мен әскери қызметкерлер. Сіздерді батырлық пен ерліктің, қайсарлық пен табандылықтың мерекесіне айналған отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Халқымыз елінің қорғаны деп бекер айтпаған. Туған жерге адал қызмет ету, тәуелсіз еліміздің тұтастығын сақтау әрбір азаматтың қасиетті парызы. Қадірлі ардагерлер, құрметті сарбаздар, сіздердің ел тыныштығы жолындағы адал қызметтеріңіз үшін алғыс білдіремін. Мерекелік бағдарлама концерттік қойылымдарға ұласып, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ел қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүрген азаматтарға деген құрмет пен алғыс бұл күні ерекше сезілді. Сондай-ақ бірқатар әскери қызметшілер мен сала мамандары марапатталды. Айтулы мерекеге байланысты құрмет грамотасын аудан әкімі Болатбек Бекзат әкімнен алып отырмын. Ол кісіге алғысым шексіз. Бүгінгі мереке отан қорғаушылар күніне байланысты барлық отан қорғаушыларды мерекелермен құттықтаймын. Отан қорғаушы күні ел қауіпсіздігі мен тыныштығын күзетіп жүрген азаматтарға көрсетілетін ерекше құрметтің белгісі. Қордай өңірінде өткен мерекелік шарада осы игі дәстүрдің жалғасына айналып, әскери қызметшілер мен ардагерлерге деген алғыс пен ілтипатты айқындай түсті. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.